Жасөспірім балаларым күнара жалына сұрап жейтін тағамды сіздерге ұсынбақшымын. Тәтті және қышқыл тұздықтағы тауық етін сіздер де жасап беріп қуансаңыздар, қуана жейді. Ал кеттік. Алдымен тауықтың төс етін 4 бұрыштап турап аламыз. Оған тұз, қара бұрыш, жүгері крахмалы және сұйық май құйып араластырып 10-15 минут қуырып аламыз. Оған дейін гарнирін де жасап қоямыз. Енді бөлек табаға қант, алма сірке суын, соя соусын, кетчупты, сұйық майды, қара бұрышты, тұзды, сарымсақты, яғни чеснокты, чили ашы бұрышын, жүгері крахмалын сумен араластырып үстінен құйып, соус жасаймыз да, піскен тауықтарымызды салып араластырамыз. Мінеки тамағымыз дайын. Дәл мейрамханадағыдай тәтті және қышқыл соустағы дәмді тауық еті осындай. Балаларыңызға 100% ұнайтынына сенімдімін. Бейнеде мен 2 еселенген мөлшерде жасадым, соның өзінде ертеңіне қалмай жеп қояды. Астарыңыз